Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай алмадан жасалған алмалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар және де лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осы видеоны торт жасағысы келетін, пирог пісіргісі келетін достарыңызға таратып қойыңыздар. Бұл пирог өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Ал ендеше пирог жасауды бастаймыз. Керекті ингредиенттің мөлшерінің барлығын астына жазып кетемін. Ал ең алдымен осылай 4 жұмыртқамызға шым-шым ғана тұзымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осылай жұмыртқамыз көпіргенше араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды аз-аз бөліктен салып отырып миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз әппақ болып көпіреді. Соған дейін араластырамыз. Араластырып болдым. Жұмыртқалы массамыз осындай болып шығады. Енді оның үстіне ұн мен разрыхлителді араластырып, осы жұмыртқалы массамызға құйып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды осылай жақсылап барлығын бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қалыптың ішіне майымызды жағып, пергамент қағазын орналастырып, осы сұйық массамызды ішіне құйып аламыз. Сұйық массамызды қалыпқа құйып алғаннан кейін бетіне жіңішке етіп туралған алмаларымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Пирогты алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін, және де менің арнама ұмытпай ғана тіркеліп алыңыздар, себебі алда оңай көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелген болсаңыз, жаңа видео салынғанда сізге хабарлама баратын болады. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.